Достар, қараңыздаршы, өте күшті болып шықты. Нағыз магазинден сатып алғандай от, прям күшті болып тұршы, қараңыздаршы, прям. Барлықтарыңызға сәлем. Иә достар, көріп тұрғаныңыздай Анашымның телефонына камерасы сәл некачественный, оны біз де білеміз. Және де осы некачественный қарамай біз осындай күшті қылып видео түсіріп жатырмыз. Осыны бағалап кетіңіздер. Біздің подписчикімізді тезірек бесіма жеткізіп тастаңыздар достар. Біз сендерге өте күшті видео түсіріп, сендерге тырысып видео түсіреміз. Сендер тек бізді бағалап кетсеңіздер болғаны. Но біз некачественно қарамаймыз. Құда қаласа бізде бұйыртса iPhone аламыз. Вот сол кезде сендерге видео қылып түсіретін боламыз. Иә достар, бір адамдар бар, айтады, но бізге ондай адамдарға біз оны көңіл бөлмейміз. Так что так нельзя деймін. Осы видеоны до конца көріңіздер. Достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Және де бүгінгі біздің қонағымызда Альбинока и және де Камила. Сәлем де. Сәлем. Достар, бүгінгі видео сендердің сүйікті видеоларыңыз бұл влог болады. Біз әлі Альбинокаға видео түсіреміз достар, әлі көптеген алдымызда қызықты сәттерді көретін боласыздар. Еще достар, бүгін бізде өте ыстық болып тұр еді ала. Прям осындай жүрсеңіздер болады. Айта алмай қалдым ғой. И бүгін влог түсіретін боламыз. И бүгін бізде почти уборка. Мен уборка жасап жатқан болатынмын. И сендерге влог қылып түсірейін деп шештім. Қазір достар, Альбинока мен Камила қазір магазинге барып келеді, иә? Магазинге барып келеді. Қазір мен оған кішкене үйді сыпырып, сендерге біздер вафли пісіретін боламыз. Күшті достар, прям вафли дегенде венский вафли пісіретін боламыз достар. Бізде осындай вафлидің аппараты бар, осыған салып пісіретін боламыз. Сендерге достар осындай видео қызықты болса, біздің каналда қолдау күтіп ұмытпаңыздар. Және де Альбинока каналына тез 10,000 подписчикке жеткізіп бізді қуанта беріңіздер. Алда өте күшті сәттерді көретін боласыздар. Біз видеоны бастаймыз. Достар, бұл жерде біздің табақ. Қазір осыған біз венский вафли дайындайтын боламыз. Біздің вафлиді дайындайтын аппаратымыз. Көрген шығарсыздар. Осындай аппарат. Осыған қазір біз дайындаған рецептімізді құйып, осы тоқпен істейтін боламыз. Бұл жақта есе әртүрлі көрсетейін сендерге. Әртүрлі істесеңдер болады. Осындай істесеңдер болады. Мына жақта ана машина жатыр. И осындай домалақ түрде де істесеңдер болады. Әртүрлі қылар бар. Біз қазір көретін боламыз. Анашым екеуміз осылай көрсете берейін сіздерге, көрмеген болсаңыздар. Әртүрлі қылдары бар. Қазір біз білмей тұрмыз. Осындайдан істейміз бе, нандайдан ба. Алдын негізі достар біз, достар осындай қыларды бар екен, қараңыздар, прям четкий ма. Бұл жақта, то есть алдыңғы достар біз осындай істеп көрген болатынбыз, біз осыдан жеп көрген болатынбыз. Енді бүгін негедір басқа формада жегіміз келіп тұр. Істегіміз келіп тұр. Бұл жерде өте көп, көрсете береміз қой сендерге. Осындай үлкен домалақ қылар да бар екен. Әртүрлі. Осы есе біздің осындай формада. 3 бұрыш. Күшті, е достар? Өте күшті болып тұр. Осылардың барлығын қазір біз салыстырып көретін боламыз. Қайсысын істейтінімізді қазір шешетін боламыз. И қазір Альбина бізде магазинге кетіп қалды. Ванилин и разрыхитель алуға. Бізге керек осындай сүт те керек, бізге керек болады. И мына жақта осындай не еді аты? Миксер. Достар, миксер. Осындай миксер де керек болады. Достар, осындай қылар да бар екен, қараңыздар, күшті ғой. Қазір Альбина келе берсін, сосын сендерге қайсыдан істейтінімізді айтатын боламыз. Оған сендерге достар бүгінгі ауа райын көрсететін болам. Ал достар, бұл біздің ауа райымыз. Өте күшті болып күн шығып тұрды достар, бірақ қазір ғана осындай
самал есіп жатыр, что-то шаң болып жатыр біздің ауа райда. Бірақ кешеде уже кеше оның алдыңғы күн достар өте күшті болып ыстық болып тұрып еді, негедір бүгін шаң болып тұрыпты. Сендерде қандай погода болып жатыр? Ну, конечно, достар, бізде осылай күшті погода болып тұр енді. Достар, мен қазір болдым, может беттерім созылып отқан шығар, беттерім жуып барлық болдым. Үйді уборка қылып болдым. Вот прям чистота болып тұрыпты. Мына жақта Альбина мен Камила жатып телефон көріп жатыр. Альбина уже магазиннен келді, достар. Значит, келген болса біз венский вафлиді бастап кетейік. Жүріңдер. Ал достар, біз өзіміздің венский вафлимізді бастайық. Ең басты керек бізге осындай разрыхитель және де ванилин. Конечно, көрсеткенде біздің сүтіміз, конечно же, сахар и осындай күйдірілген сармай ыстық болып тұр. Біздің 3 жұмыртқа, қасында осындай миксерде бар. Қазір біз достар бірінші 3 жұмыртқаны салып аламыз. Бірінші жұмыртқа кетті. Вот осылай. Жұмыртқамыз бірінші болып кетті. Енді достар сахарымызды салатын боламыз. Біз сахарымызды 5 қасық салатын боламыз. 3, 4, уже міне 5 салып болды. Көріп тұрғаныңыздай. Негізі достар, өздеріңізді білесіз, біз өзіміз 5 қасық салдық. Енді достар, біздің ванилиніміз кетіп жатыр. Вот бірінші ванилин салып аламыз, а потом уже біздің разрыхитель. Ал достар, біз барлығын салып болдық. Енді осындай миксермен бірге барлығын былғап алатын боламыз. Қоп қою болды достар, көрген шығарсыздар. Енді достар, осы вафли дайындайтын аппаратқа, достар, біз осындай таңдаған болатынбыз. Осы өзінің несі жақсы да ойладық. Для красоты тоже. Әдемілік болған кезінде өте күшті болып тұрады. И формасы үлкен болған үшін осын таңдай бердік. Тұра берсін деді. Ал достар, неге басқаларды таңдамадың десеңіздер, оны ең ретте істеген кезінде көрсетіп боламыз. Қазір біз өзіміздің осыған дайындай беретін боламыз. Осы жақсы не дегенмен формасы да үлкен, еще үлкен болып шығады, поэтому осыны таңдаған болатынбыз. Вот достар, осы қызыл жанды мынандай нелерге мән бермеңіздер. Жаңағыда осыны жасап жатқан кезінде ұндары осыған шашылды. Біздің осылай қызылы жанды, егерде қазір біз осыны құйған кезінде, дайын болған кезінде жасыл жанады. Осылай белгі көрсететін болады осындай аппараттар. Сосын достар, осыны құймай тұрып, бірінші сендер май жағып алыңыздар. Ең бастысы біз осылай май жағып алатын боламыз. Егер де сендер, наверное, жақпасаңыздар, венский вафлиміз жабысқамау үшін осылай біз май жағатын боламыз. Төбесіне де и төменіне де. Ал достар, біз бастап кеттік. Осылай құйып жатыр анашым. Бұны достар, кейін үстінде деп жағып тастамаңыздар, өзі барады өзінің формасына. Аузын жауған кезінде өзі барады. Ал достар, біздің жаңа мет өтті. Біз ішін ашып көрейін деп жатырмыз. Ой, үлгіріп қалдым, ой, өтті. Так. Вау, достар, өте күшті шықты, қараңыздар. Сендермен бірге көрейін деп шештік біз. Вау. Күшті тұршы. Вау. Қараңыздар. Босып шыққан. Күшті болып тұр. Қазір соны апам дегустация жасап көреді. И Альбина мен Камила. Давайте апарайық. Біздің Камила мен Альбина қазір жеп көреді. Дегустация жасап көрсін. Я, Камила, қаның же? Әпке, күшті ме екен? Альбина, күшті ма? Ұнап тұр ма саған? Достар, сендер жасап көріңіздер, өте күшті болып тұр. Ана жақта біз және жасап жатырмыз. Ал біздің Альбина мен Камила осы теледидар көріп жатыр. Ал достар, бұл біздің уже 3-ші дайындап жатқан болатынбыз. Қаны көрейік.
иісі прям күшті аңқып тұр ғой. Сендер жасап көріңіздер достар, прям ұнап бара жатыр ше. Біз ана жақта жеген сайын уже таусылып бара жатыр. Мына жақта анам істесе болып жеп тастап жатырмыз. Күшті болып тұрды. Осы бірақ өте күшті болып достар. Сендер де жасап көре беріңіздер, прям деген айта алмадым бар ғой. Ал достар, уже көріп тұрғаныңыздай кеште батты. Достар, бағанандай өте шаң болып тұрған еді. Негедір кеште осылай бұлттасып, жаңбыр жауа жақпа деп ойлаймын. Қараңыздар, прям бұлттасып тұршы, еще самал болып тұр, өте күшті болып тұр достар. Прям күшті ше. Еще достар, бізде осылай гүлде ашылып жатыр. Сендер көрсете жақындасын. Вот. Сендердің да теректеріңізде осылай гүлдеп жатыр ма, қараңыздаршы. Вот біздің теректеріміз осылай гүлдесіп жатыр, короче. Прям күшті болып жатыр. Ана жақтағы теректерімізде уже гүлдері де ашылып жатыр. Сендерге көрсетсем, прям осы погода мағынап тұршы достар. Қарасаңдар достар, осы терек азанда жаңағындай болып, осылай болып жауылып тұрған еді. Енді осылай ашылып жатыр. Прям күшті болып. Қазірше осы терек ашылып жатыр. Күннің бары осы терекке түсіп тұрды. Поэтому осыған. Еще бұл жер достар, аралар көбейіп кеткен ана жақта. Тек осы теректе. И сосын достар, осылай музыка қойып, Айнұр бізде кірісіп кетті. Бұқанның барлығын ыстып андай алып, жеп жатырмыз, короче. Осы бұқанның барлығын біз осы бұқанканы жұмыртқаға орап, былғап жейтін боламыз. Осылай ыстып Айнұр. Мына жақта біздің қара шайымыз дайын болып жатыр. Жақта қоссақ кетіп, уже Айнұр кірісіп кетті достар. Біздің кешкі шайымыз осылай болып жатыр.